Қара мен түлкі, жұрт біледі, күледі, сұрқия тілдің жаманынан, қошеметшілердің амалын, сонда да солар қайда жоқ. Ептеп айтса ерісін, артынан өкінсен де пайда жоқ. Ірімшікті құдайым кез қылды бір қарғаға, алып ұшып барды да, қонды бір биік ағашқа. Үлкен олжай емес пе? Ірімшік деген қарны ашқа, бір жер жеп алып шүкірлік қылайын деп Аллаға. Тұмсығында ірімшік ойланып қарап тұр еді. Бір құт түлкі сорына жақын жерде жүр еді. Ішіне сақтап құлығын ептеп барлайды. Бұлғақ қытып құйрығын қарғаның көзін алдайды. Тәтті тілмен, тәтті үнмен сөйлесуге айналды. Қарағым, не еткен сұлу ең? Деп таңырқап таңдады. Не еткен мойын, не еткен көз? Осыдан артық десін бе? Ертегі қылап айтқан сөз. Қалайша біткен япырмай мұрныңыз бен жүніңіз, періштенен үніндей деп ойлаймын үніңіз. Осы күрекпен, бұл жүнмен әншілігім белгілі, оялмай қалқан бір сайра, бізде алалық үлгіні, құс терісі біздерге, сіз боларсыз бір күні. Нет, заново все. Все, пошлите. Да нет, заново все.